Жол алыс болған соң ба, қасымдағы елуден серген екі келіншек әңгіменің түбін түсіріп айтып келе жатыр. Құрдас болған соң ба, әңгімеміз бірден жарасып кетті дейді әкем. Жас келін боп жаңа түскен кезмеді депті, келісті кербез келіншек. Таң атпай тұрып, түн қатпай жатпаймыз. Төркінімде түк істемейтін әкемнің ерке қызы едім. Келін боп түскен үйдің отымен кіріп күлімен шығамын. Бірақ не істесем де енеме жақпай қойдым. Енем мектептің еденін жуатын, аузы жаман, мектепте қарғыстан сабақ береме қайдам, айтқан сөзі сай сүйегіңді сырғырататын. 4 жылда тілімді шығарды. Біздің үйдің адамы атам, мінезге бай, өте сабырлы адам, аузынан айналайыны түспейтін. Енемнен көрген қорлықты, атамнан көрген қамқорлық жуып кететін көп жағдайда. Біздің жанұя болып қалғанымыз мың болғыр атамның арқасы. Енеммен болған кезекті ұрыстан кейін үйіме кетпесіме болмады. Кім қайтып келмей жатыр? Ажырасып төркінімде тұрам деп шештім. 2 баламды алып ентігіп аялдамаға жетсем, ауданға қатынайтын автобус әлі келмепті. 2 көзімнен сорам ағып, ебіл-дебіл болып жылап тұрсам, артымнан атам келіп тұр аялдамаға. Ауданнан келген автобусқа амал жоқ бірге міндік. Атамда үн жоқ, менде де үнсіз. Бір немересін көтеріп, біреуін жетектеп артымнан еріп келе жатыр. Біздің үйге де жеттік. Құдам келді деп әкем қой сойып арқа-жарқа. 2 ода бір-біріне шерін тарқатып жатыр. Қастарынан өткен болып атамның аузынан деймін. Атам үйде болған оқиға жайында ләм-мим демейді. Үйдегілер де ешнәрсе сезбеді. Құдасын іздеп қыдырып келген қонақ құсап атам отыр. Үйде қонақ болып 3 күн түнедік. 4-ші күні ұялғаннан, қой ата, ұят болар, өзіміздің үйге қайтайық деппін. Әкем де үйде құдасын қимай шығарып салды. Дәл осы оқиға кейінде 3-4 рет қайталанды. Содан мен төркінімнен ұялғаннан үйге мүлдем бармайтын болдым. Сөйтіп жүріп 7 бала туыппын. Шұбырған баламен кейін қайдағы төркін? Бәрі көрген түстей өте шықты. Менің жанұямды сақтап қалған айналайын, иманды болғыр атам деп, әлгі келіншек көзіне жас алды. Сенің атаң болса, мен енемнің арқасында үй болдым деп келесі көрші келіншек әңгімені қыздырып одан әрі жалғады. Күйеуіммен Алматыда таныстық. Мен қолынан түк келмейтін қаланың қызымын. Ол болса аңғал ауылдың баласы. Үйленген соң ауылда ата-енемізбен бірге тұрдық. 4 қайыным, 2 кішкентай қайынсіңілім бар. Атамыз сол совхоздың директоры. Басшы болған соң ба, тамақты талғап жейтін өте кірпияз кісі. Ет жеңді атама аптасына 2 рет ет асамыз. Туғанымнан қамыр жайып көрмеген маған жұқа қылып қамыр жаю арман болатын. Жайған қамырым үнемі қалың болып шығады. Атам қамыр жақсы көретін. Жас келінге қамыр жаюды үйретпедің деп атам әдейі бүкіл қамырды енемнің алдына сыратын. Енем байғұс соны үндемей жейтін. Енем қалың қамыр жақсы көреді екен деп ойлап, мен де сол кісінің алдына асырып қоям. Жас келіннің жақсылығын асырып, жамандығын жасырып қатарға қосты бізді. Иманды болғыры енем деп, екінші келіншек еңкілдеп жылап қоя бермесі бар ма? Енесі мен атасын мақтаған екеуіне ет жүрегіме елжіреп, мен отырдым дейді әкем. Қазір жастардың арасында ажырасу ұлғайып барады. Негізінде бұл мемлекетке үлкен проблема. Құдайынан безген біреу болмаса, келген жас келіннен бірден бәле шыға қоймайды. Бәленің бәрі енеде. Ененің жүрегі етегіндей кең болса, бүгінде көп жастың шаңырағы шайқалмас еді деп ойлаймын. Баласындай қызбен бақталасып, бақытсыз деген баласының басындағы бағын тайдырады. Мейірім көрсетпеген мейірім көрмейді. Жас келінге қаттырақ қарағаны, ширатып бір алайын деген шығар деген ойда айтылуы мүмкін. Иә, мен де оған толық қосылам. Бірақ ширату басқа, шектен шығу басқа. Ененің жақсысы емеурін танытқаны, атаның жақсысы аталы сөз айтқаны. Жаңа түскен жас келінге жыл емеурін танытып, аталы сөзбен ақылыңды айтып отырсаң, ертең елдің анасына айналмай ма? 9 ай көтеріп туған баласы халықтың қамын ойлайтын, елдің данасына айналмай ма? Қайдан білесің, домалақ анада Ұлжан мен Зере де үйіңде жүрген шығар ағайын. Мақсат Ысқақов. Оқыған Сұңғат Ғазиз.